Сәлем достар, кейде ең таңғаларлық және жұмбақ сиқырлар өзінің қарапайым түсіндірмесін табады. Бүгін біз сіздерге сиқыршылар құпияларын ашамыз. Келесі жолы олар кездескенде сізді алдай алмайды. Ал біз бастамас бұрын арнаға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Жаңа бейне шыққанда сіз оны бірінші көре аласыз. Айтпақшы достар, біздің арнамызға 10 мыңнан артық жазылушы жиналды. Ал жаңа жылға дейін 50 мыңға жетуімізге өте сенімдіміз. Бәрекелді достар, сіздерге үлкен рахмет. Ал енді видеомызды бастайық. Ауада отырған адам. Көше ортасында ауада отырған адам сиқыршы да емес, йогамен айналысатын адам да емес. Бұл иллюзия орындаушының кең киімінің астында болат құрылымын орналастыру арқылы жасалады. Әрине, мұнда ешқандай сиқырлы күш жоқ. Доллардың ауысуы. 1 доллардың 100 долларға ауысудың құпиясы өте қарапайым болып шықты. Сиқыршы 1 долларды ерекше тәсілмен орап, оны саусақтарының артында жасырады. Содан кейін ол ешкім байқамайтындай 1 долларды 100 доллармен лезде ауыстырып алады. Дәл осы сәтте сіз сиқыр бар екеніне сенесіз. Адам кесу. Адам кесудің иллюзиясы көрермен тек алдынан қараған кезде ғана орындалады. Жанынан қарағанда бұл екі адам. Біреуі дененің төменгі жағын тықса, екіншісі дененің үстіңгі жартысын тығады. Сондықтан екеуі де өз мүшелерін көрермен үшін қозғай алады. Су үстінде жүру. Бұл сиқыр әдетте лас немесе бұлдыр суда не бассейн сияқты жасанды құрылымдарда орындалады. Басты мақсат мөлдір пластикалық платформаның көрермендерге көрінбеуі. Енді сіз де осы сиқырды орындай аласыз. Су астындағы бұға үзу. Осы сиқырдың жауабы дене күші және жасанды жалған құлыптар. Көмекшілер құлып пен ілмектерді босатып тастайды, ал сиқыршы болса құлыптардан құтылып судың бетіне көтеріледі. Қол қойылған карта мен сиқыр. Сиқырдың құпиясы өте қарапайым. Сиқыршының қалтасында алдын ала бүктелген карта бар. Сиқыршы көрермен арасында біреуді қолын картаға қоюды сұрайды. Одан кейін ол картаны 4 бөлікке жыртып, ол онымен қол қойылған картаны ауыстырады. Жасырын карта жыртылып, қол қойылған карта толығымен бүтін қалады. Сиқырлы түрде қол қойылған жыртылған картаны аң-таң қалған көрермен алдында бүтін қалпына келтіреді. Қылыш жұту. Бұл бағытта кейбір орындаушылар қылышты жұтуды үйрену үшін бірнеше жыл жұмсайды. Себебі бұл өте қауіпті тәжірибе. Дегенмен дүниежүзілік хакерлер қылышты оңай жұта алу шеберлігімен адамдарды таң қалдырады. Бұл трюк керемет физикалық және психологиялық дайындықты қажет етеді. Иллюзионист басын көтеріп, өзінің жұтқыншағы мен асқазанын бір сызыққа қойып, қылыштан жарақат алмайтындай сиқыр жасайды. Үлкен жүк көліктің жоғалуы. Әр тараптан көрермендермен қосылған үлкен жүк көлікті қалай жоғалтуға болады? Бұл өте жеңіл. Мұның бәрі жүк көлігінің үстіндегі арнайы құрылымды пердемен жабу, достарыңыздан құралған жалған көрермендерді шақыру және біреуді көлікті құрылымның астынан айдап шығаруды сұрау. Пердені түсіргенде көлік жоғалып кетеді. Енді түсінген шығарсыз, бұл сиқырды тек теледидардан көруге болады.
Бостандық мүсінінің жоғалуы. 1983 жылы Дэвид Копперфильд бостандық мүсінінің толығымен жоғалту сиқырын жасады. Сиқырдың құпиясы өте қарапайым. Мүсін арнайы үлкен матамен қапталып, көрермендер алдында үлкен экран арқылы көрсетіліп тұрды. Ескерткіштің жарықтандыруы өшіп, тек прожекторлар қосылып тұрды. Бұл схема бостық қиялын жасап тұрды, ал көптеген прожекторлар халықты соқырлатып тастайды. Ескерткіштен мата түсірілгеннен кейін адамдар оны көре алмайды, өйткені олардың көздері біраз уақытқа прожекторлармен соғырланып қалады. Достар, бұл бейнені достарыңызбен және отбасы мүшелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Осылайша біз туралы көп адам біле жүріп, көре бастайды. Ал бұл біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болайық.